Қайырлы күн. Қағаз салфеткалардан осындай әдемі, тез әрі оңай болып жасалатын гүлдер дайындаймыз. Бізге жіп, қайшы және размері 12x12 болатын бір қабатты немесе екі қабатты салфеткалар керек. Қызыл түсті екі қабатты салфеткаларды 6 штугын алып, осылай бірін үстіне бірін қоямыз. Бір келке етіп жайып, гармошка жасаймыз. Гармошка жасап, ортасын алып, жіппен нығыздап ораймыз. Екі жағын бірдей етіп, домалақ немесе үшбұрыштесіп кесеміз. Осылай гүлдің жапырақтары шығады. Гүлді формасына келтіріп алып, әр жапырақтарын көтеріп жасаймыз. Нәзік үлпілдек гүліміз дайын. Ақ түсті бір қабатты 3 салфетка алып, бір келке етіп қойып, ортасынан кесеміз. Бірін үстіне бірін қойып, осылай гармошка жасаймыз. Гармошканың размері маңызды емес. Бір келке етіп гармошка жасап, ортасынан жіппен нығыз етіп ораймыз. Гүлдің формасын келтіріп, гүлдің жапырақтарын осылай ашамыз. Бұл гүлдерді мерекелерде, туған күндерде бір деген цифрды сәндеуге қолдансаңыздар болады. Немесе формалар жасап, жүрекшелер жасап, соларды сәндеуге қолдансаңыздар болады. Осындай кішігірім нәзік гүлдер шығады. Бір қабатты сары түсті 8 салфетка алып, бір келке етіп жайып, алдындағыдай гармошка етіп ораймыз. Гармошканың ортасын алып, жіппен нығыздап байлаймыз. Гүлдің формасын келтіріп, гүлдің әр жапырақтарын ашамыз. Бұл гүлдер өте көлемді, нәзік әрі үлпілдек болып шығады. Гүлдер нәзіктіктің, әдеміліктің белгісі. Мерекелерде декор ретінде, үйге сәндік ретінде, туған күнде осындай цифр жасап сәндесеңіздер болады. Сіздермен болған Әсия. Қолдау көрсетіп, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әлі талай видеолар болады.